бір көзді ана. Анамның бірақ көзі болатын. Оны жек көретінмін. Себебі оның бұл жағдайы мені қатты ұялтатын. Үйдегілерді бағып қағу үшін мектепте аспазшы болып жұмыс істейтін. Бастауыш сыныпта оқып жүргенімде мені көруге келген еді. Мен оны көрмегенсіп бұл жерден қашып кеттім. Ертеңіне досым, сенің анаңның бірақ көзі бар екен ғой, дегенде ұялғанымнан жерге кіріп кете жаздадым. Мұндай жағдайға түсіруге қалай ғана дәті бар екен? Кездескенінде, мені осылай ұялтқанша жоқ болған жақсы болар еді, дедім. Оған одан әрі шыдай алмас едім. Қандай күйде болған еш ойыма кіріп шықпады. Қажырлы еңбектің арқасында үйленіп, үй болып, Сингапурға орналастым. Анам бір күні немерелері мен жылдар бойы көрмеген мені көру үшін Сингапурға келді. Балаларым оны көріп күле бастады. Балаларды қорқытпай тез арада бұл жерден кет, дедім. Ғафу етіңіз, мекенжайдан жаңылысқан болармын, деп кетіп қалды. Бір күні мектеп түлектердің бас қосу кешіне шақырту келді. Әйеліме жұмыс бабымен кеттім деп бұл кешке қатыстым. Кештен кейін қызығушылық басып ескі үйіме бардым. Көршілер анамның қайтыс болғанын және маған бір хат тастап кеткенін айтты. Хатында: сүйікті ұлым, бастауыш сыныпта сені ұялтқаным, Сингапурда балаларыңды қорқытқаным үшін өкінемін. Өмір бойы әрдайым сені ойладым. Және жылдар бойы сен үшін ұяттың көзі болғаныма да өкінемін. Түлектердің бітіру кешіне келетінге қатты қуандым. Бірақ орнымнан тұрып сені көре алар ма екенмін? Білмеймін. Білесің бе, кішкентай кезінде бір қазаға ұшырап көзінен айырылдың. Анаң ретінде сенің бір көзбен өмір сүруіңе шыдай алмас едім. Осылайша бір көзімді саған бердім. Және менің орнымда дүниені көріп жүр деп, өмір бойы сені мақтан тұттым. Саған деген сүйіспеншілікпен, анаң.